Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалмалы ойындар. Бұл 4 түрге бөлінеді. Негізгі қосымша жаттығулар, сапқа тұру және қайталап сапқа тұру жаттығулары, содан кейін дене тәрбиесінде қолданылып жүрген жалпы дамыту жаттығулары кіреді. Ал ойындарға спортты ойындар, оған волейбол, баскетбол, тағы басқа ойындар, қозғалыста сюжетті ойындар, сосын би жаттығулары. Ал спорттық жаттығуларға қысқы және жазғы болып бөлінеді. Қысқыға шаңғымен жүру, коньки, сырғанау, ал жазғы түріне жүзу, велосипедпен жүру, өз бетінше тебу жатады. Ал қарапайым туризмге бұл бәріміз көріп жүрген белгілі жаяу жүру жатады. Қимыл қозғалыс ойындары үнемі қимыл қозғалыста болуды талап етеді. Ойындар дене дайындығын көрсеткіштерін жақсарту үшін пайдаланылады. Қимыл қозғалыс ойындары екіге бөлінеді. Таза қимыл қозғалыс ойындары және спорттық сипаты бар қимыл қозғалыс ойындары болып. Қимыл қозғалысы белсенділігі жоғары дамыған тірі материяның ерекшелігі ғана емес, тіршілікке қажетті жағдай. Адамның эволюциясындағы дамуы оның барлық мүшелері мен жүйелерінің қалыпты қызмет атқаруын тек белсенді қимыл қозғалыс әрекеттері бар жағдайларда ғана мүмкін еткен. Баланың қимыл қозғалыстары табиғи мұқтаждыққа шектелген болса, оның іштен туа біткен мүмкіндіктері өз маңызынан айырылады. Әрекетсіздік денені де бұзады. Қимыл қозғалыс ойындары балаларда қалыптасқан қозғалыс әрекеттері мен физикалық сапаларын арттырудың әдісі ретінде қолданылады. Ойын барысында бала мақсатқа жету үшін бар зейінін соған аударады. Ол ойын ережелеріне бағына отырып, қимыл қозғалыс әрекеттерін арттыра түседі. Ал мына ойындарды өзім қуаныш,
жатқан көңілді көтергін, жақсылықтың жан шуағын меңгергін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.